Адамдармен алғаш кездескенде өзің туралы көп айтпа, сырларыңды жайып салма. Басқалардың айтқанын жүрегіңе тіке қабылдама, өзіңнен басқа сен туралы ешкім көп ойламайды. Саған келіп біреуді жамандайтын адам сені де жамандайды. Проблема туындады ма? Адаммен ашық айтып сөйлес. Осы проблема талай отбасының шырқын бұзды. Көңілің басқа адамдарда емес, өзіңде болсын. Бақытты боласың. Өзіңмен күресу, өзіңнен бас тарту, өзіңе қарсы болу, түк пайдасы жоқ мінез бұзылыстары. Өз пікіріңді қорға, бірақ басқалардың пікірлерін де қабылдап үйрен. Сәттілік туралы ойлау миыңызды жақсы сезіммен қорытады, армандауды тоқтатпа. Сын ауыр болса кемшіліктерден арыласың, сын әділ болса ауруыңнан жазыласың. Сыннан еш пайда жоқ, ол адамды ақталу мақсатында өз-өзін қорғауға мәжбүрлейді. Сын айту қауіпті, өйткені адамның намысына тиеді. Жеке басына қатысты айтылған пікірлер ашуын, өкпе ренішін тудырады. Мөлшерден тыс көп берілген дәрі емдеп жазбайтыны сияқты әділдік шеңберінен шығып кеткен мінеп сынау да өз мақсатына жетпейді. Артур Шопенгауэр. Мен әрқашан қатал сынға қарамастан өз жолымды жалғастыра беремін. Бір нәрсені бастау үшін ұлы адам болу міндетті емес, бірақ ұлы болғыңыз келсе, бастау сіздің парызыңыз. Жаратқанға сенім секілді, өзіңізге деген сенім де көп ғажайыптар жасай алады.